Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Қуаналиева Әлия Жанболатқызы, Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы жатақхана тәрбиеші көмекшісімін. Бүгінгі онлайн шеберлік сағатымызда біз гофр қағазынан раушангүлін қалай жасау керектігін жасап үйренеміз. Ол үшін бізге мынандай құралдар қажет. Гофр қағазы қызыл немесе қызыл түсті, әркім қалауынша алуға болады, және міндетті түрде жасыл түс болуы керек. Сонымен қатар бізге қайшы, жіп, желім, қалам, сызғыш және бамбук ағаштары қажет болады. Ендеше жұмысымызға кірісейік. Ол үшін осылай тұрғанда гофр қағазын ені бізге 10 см және ұзындығы 60 см қажет. Сызғыштың көмегімен өлшеп аламыз. 2 бөлік 30 см және 30 см белгілеп алдық. Енді бізге ені 10 см қажет. 10 см белгілейміз. Жағы біздерде мына жерде гофр қағазының өзінің сызығы бар екен. Сол арқылы соның бойымен қисақта болады екен. Біздерге өзімізге керекті қағазымызды қиып алдық. Артығын жинап тастаймыз. Ендеше жасалу тәсілін сіздерге түсіндіреміз. Ол үшін біздер мына шетін бүктеу арқылы қолымызбен басамыз. Келесі үстіңгі саусағымызды басамыз да, келесі қолымыздың саусақтың көмегіменен бұраймыз, яғни былай етіп осылай жалғаса береді. Міне қараңыздар, үстіңгі саусақпен басып, келесі қолдың саусағымен көмектесеміз. Сосын және конфеттің қағазы сияқты бұраймыз. Міне осылай жалғаса береді. Өте оңай тәсіл. Келесі былай басу арқылы келесі қолдың саусағымен көмектесеміз. Үстінен және қайтадан бүктеп аламыз, қайтадан бұраймыз. Бұл бізге айтқандай конфеттің қабын елестетуге болады, яғни сыртындағы бұралу тәсілі. Осылайша біздің жұмысымыз жалғасын таба береді. Міне қараңыздар, осындай етіп әдемілеп шығару керек. Міне мен аяқтадым. Енді біз қағазды орау арқылы раушан гүлінің бейнесін шығарамыз. Ол үшін екі қолдың көмегімен орау арқылы гүліміз тығыз болуы қажет. Сонда әдемі шығар. Ендеше біз ары қарай жұмысымызды жалғастыру үшін жібімізді қиып алып, екі қабаттаймыз оны. Екі қабаттап, раушан гүлімізді байлаймыз. Раушан гүліміз жан-жаққа шашырап кетпеу үшін байлаймыз. Міне қараңыздар. Раушан гүліміздің керек емес артық қағаздарды астыңғы жағын қиып тастаймыз. Бізге бұл жаңа көрсетілгендей жасыл қағазымыздан мынандай төртбұрышты 6-да 6 қылып төртбұрышты қылып қиып аламыз. Раушан гүліміздің астын желімді жаға отырып жасыл қағазымызды астына жапсырамыз.
яғни қаттырақ қысуымыз керек, себебі бізге жасыл қағазымыз жабысып қалу керек. Әрі қарай біз жаңа айтқандай, мына жасыл түсті қағазымыздан мынандай етіп ұзынша қылып қағаз кесіп аламыз. Ол бізге жаңағы раушан гүлінің сабағына қажет. Ол үшін біз жаңа бамбук ағашын алып, оған желім жағамыз. Желімді шетінен бастап жағып, оған жаңағы жасыл кофр қағазын ораймыз. Міне қараңыздар. Міне қараңыздар, сабағы дайын. Енді жаңағы раушан гүлімізге ептеп қана кіргіземіз. Міне біздің жаңа раушан гүліміз дайын. Қараңыздар, міне жаңа жасаған раушан гүліміз дайын. Өте әдемі шықты, қараңыздар. Енді бұны жаңа құмыраға салып қоюға болады. Міне бірнешеуінен жасап шығардым. Өте әдемі. Бұны сіздер аналарыңызға, мейрамдарда сыйлауға болады. Немесе бөлменің әсемдігі үшін де бөлмелеріңізге жасап қоюға кеңес беремін.